ТПТГ техникасы қалай жасалады? Егер сіздің өміріңізде негативті оқиға болса, есіңізге түссе болды, ашу, ыза немесе жүрегіңізді ауыртып өтіп кеткен, жібере алмай жүрген, кешіре алмай жүрген ситуация болса, дәл сол ситуацияны осы ТПТГ техникасы емдей алады. Мысалы, күйеуіңізбен қатты ұрыс болды. Ұрысқа не себеп болды? Кімдер бар ұрыстың ішінде? Қай жерде болды? Детальды түрде сол ситуацияға ойша барасыз. Өзіңізді жайсыз сезінуіңіз мүмкін. Жылау, ашулану, өкіну сезімдері шығады. Сіздің мақсатыңыз осы техника арқылы дәл сол ситуацияны қабылдау және миыңыздан босату. Бұл техника сол ситуацияға деген негативті эмоцияңызды алып тастайды. Жеңілдік пайда болады. Энергияңызды жеп тұрған, жүрегіңізге батып тұрған инеден құтыласыз. Тек екі ережені дұрыс орындасаңыз болды. Біріншісі, 10 минут бойы сізді ешкім мазаламау керек. Ойыңызбен ситуацияға барасыз. Детальды түрде бәрін еске түсіресіз. Бастапқы минуттарда негативті эмоцияларды шығарып тастаңыз. Сосын ситуацияны қабылдап босатыңыз. Келесі видеода шар пайда болады. Дәл сол шарға көзіңізді жүгіртіп отырыңыз 10 минут бойы. Неге ТПТГ техникасынан моментальды түрде результат болады? Өмірімізде күтпеген негативті жағдай, қорыққан кезде, шок болған кезде біздің көзіміз тезірек қозғалып, миымызда агрессия ретінде жаңа естеліктер қалыптасады. Сол себепті есімізге түссе болды ашуланып, немесе жүрегіміз ауырған эмоция тұрады. Бұл техника арқылы сол ситуациядағы негативті агрессиялық ситуацияның маңыздылығын жоя аласыз. Жеңілдік сезім пайда болады. Әрине, Алланың қалауымен. Психологияда дәлелденген көзбен емделу методы. Ең ауыр жағдайда 5 ретке дейін қайталауға болады. Күніне 1 реттен кез келген ситуацияға қолдана аласыз. Күйеуге қатты ренжіген сәттер, измена, енемен кикілжіңдер, ата-анамен реніш тудырған сәттер, жігітіңізбен, көршіңізбен, коллегаларыңызбен ұрыстар, қарызға батып шығар жол іздеп отырған болсаңыз, жасаңыз. Қарызға батқан қызды депрессиядан шығарған техника бұл. Сіздерге сәттілік тілеймін. Техниканы жасау басталды. Ойша ситуацияға барыңыз да шарға қараңыз.